Құрметті көрермен, кімде болса өз елінің экономикасы қуатты, әлеуметтік жағынан бақуатты болғандығын қалайды. Келесі бейнебаян осындай арман тілектерден туындаған болатын. 2050 жыл Қазақстанның гүлденіп, көркейіп, кемеліне келген шағы. Chevron, British Gas сияқты компаниялар банкроттыққа ұшырап, әлемнің барлық мұнай өндіруші елдерінің бұрғыларында Қазмұнайгаз компаниясының жалауы желбіреп тұр. Қазақстанда өндірілген маркалы товарлар Қытайға толассыз лек-легімен ағылып жатыр. Солтүстіктегі көршіміздің экономикасының құлдырағаны соншама, Астрахань, Омбы, Орынбор, Алтай өлкесі үсті-үстіне бізді Қазақстанның құрамына қабылдаңдаршы деп өтінішті төпеп жазып жатыр. Әлемдік туризм орталығы Қазақстанға ауысып, бүкіл әлем жұртшылығы Арал теңізінің жағасында демалуда. Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері Семейге орналасып, өзінің отырыстарын тек қазақ тілінде жүргізуде. Домбыра шебері байқауына биыл әлемнің 130 елінің өкілі қатысты. ЮНЕСКО әлем елдерін Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ер тарғын, Ер қосай сияқты ертегі жырларды бастауыш сынып бағдарламасына енгізуге міндеттеді. Қазақ фильммен бәсекеге төтеп бере алмай, Голливуд жабылып қалды. Әлем кино өндірушілері Қазақ кинофестивалінің хан тәңірі жүлдесін алуды армандауда. Макдональдс, KFC сияқты брендтердің орнын қазақтың бесбармақ фирмасы басты. Қазақстанның тұлпар автокөлігі әлемдік нарықта ең үлкен сұранысқа ие көлікке айналды. Қазақстанның барлық облыстар орталықтарын байланыстыратын теңдесі жоқ метро құрылысы салынып бітті. Германияның тойды қазақша өткіземіз бастамасын әлем елдері іліп әкетіп жалғастыруда. Олимпиадалық ойындар бағдарламасына грек-рим күресінің орнына қазақша күрес енгізілді. Дәл қазір Парижде Евроодақтың ұйымдастыруымен демократиялық қоғам құруды Қазақстаннан үйренеміз атты халықаралық симпозиум өз жұмысын жалғастыруда. Құрметті көрермен, ертегіде қонақта бағдарламасы Қазақстан үкіметі тапсырысымен Қазақстан 2050 жолдауына арналған хабарын осымен аяқтайды. Қош сау болыңыздар.